Herkese merhabalar. Bugün biz Türkçe'de sayıları öğreneceğiz. Sayılar degenimiz сан esімдер. Қазақшадағыдай топтық, реттік, бөлшектік және бөлінді дей ма? Сан есімдер. Санап өтетін болсам 1, 2, 3, 4 мына жақта 5, 6, 7, 8, 9, 10. Қазақшаға өте ұқсас, иә? Ондықтарды санайтын болсам 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 200, 300, 400 деп кете береді. Мыңдықтардан 1000, 1000 емес, просто 1000, 2000, миллион болса, миллион. Миллион. Оңай, қазақшаға өте ұқсас болып тұр. Айта кететін жайт, мысалға осы сандар болған екен, мысалға бір дегенді қолдансақ, бір алма болса, мысалға ол жекеше түрде тұрады. Мысалға ағылшындарда енді 2 алма болса, 2 болған кезде apples болып кететін еді ғой. Яғни көпшенің жалғауы. Түркшеде ондай жоқ. 2 болса 2 elma. 2 elma. Яғни мына жерде көпше тұрды ларлер болмайды. Көпше түрде болмайды. Қанша сан тұрса да, келесі сөздер көпше түрі жалғанбайды. 100 elma. Mesela 100 elmalar емес та. 5 elma емес та. 5 elmalar емес, 5 elma просто. Просто солай жекеше түрде тұра береді. Тек қана сандарды ғана ауыстырып отырамыз. Енді күрделі сан есімдерге, яғни қалай екі сан есім қалай жасалады болса, мысалға ол тура қазақшадағыдай. Мысалға 15. 15. 15. Мысалға 18 болса. 18. Мысалға 25 болатын болса. 20. 25. Солай. 24. 24. 137 болса, 137. 248 болса, 248. 3579 болатын болса, 3579. 3000. Тураны үштіктерді. 3579. Оңай. Келесі жаттауды көрейік. 4, 9, 16, 28, 56, 35, 87, 90, 11, 44, 71, 93, 578, 982, 375, 555, 411, 373, 1090, 2569, 6830, мынау 104.356. Осылайша. Келесін санмен жазыңыз дейді. Оны сіз видеоны тоқтатып, санмен жазып шығуыңызға болады, қаласаңыз. Енді реттік сан есім дегеніміз қалай? Ол нешінші деген сұраққа жауап береді. Качыншы? Нешінші? Бірінші, екінші, үшінші, төртінші дегендер ғой, реттеу. Качыншы деген сұраққа жауап береді екен, және оған өнжі, инжі, үнжі деген сұрақ жалғаулар. Және де егер дауыстыға бітетін болса, сөз буын
Мысалы, алма дегенде, мысалы, дауыстымен бітті ғой. Яғни 6 дегенде дауыстымен бітті. Соған біз ынжы, инжи, үнжі, үнжі деген ныдан басталатын жалғауларды жалғаймыз. 6 деген дауыстымен алтынжы. 1, биринжи, р, яғни дауыссыз ғой. 9-нчы, 4-нчы, 5-нчы, 7-нчы, 9-нчы, 2-нчы, 2-нчі деген сөз. 3-нчі, 4-нчі, 5-нчі. Осылайша. Енді анау бөлшектік дегенге қарайтын болсақ, тура қазақшадағыдай астында бірінші толық санды алады, сосын астынан үстіне қарай. 3-те-1. Бізде 3-тен 1 дейтін ек қой. Бізде мысалға 3-тен 1 болса, бұларда просто 3-те-1. 3-те-1, 4-те-1, 5-те-2, мысалы 7-де-4, сонда 7-де-4 десең ол қандай болды? Астында 7. Яғни 7-де-4. Мысалға 8-де-2. 8-де-2. Мысалға 10-да 3. 10-да 3-і, mesela 10-да 3-і yok. 10-ның 3-і жоқ. 10-да 3-і жоқ. 10-нан 3-еуі жоқ деп айтамыз ғой біз. Солай сияқты. 10-да 3-і yok. Даде тате арқылы. Ал егер бәріне ортақ, мысалға жарым бар ғой. 1 жарым, 2 жарым. Ярым. Бізде де жарым. Мысалға 3 жарым болса, 3 ярым. Çeyrek 15. Çeyrek, четверть 15. 5-те 5 болатын болса, там деп айтады. Там, яғни толық, нағыз. Сағат айтқан кезде ертең өтетін боламыз. Сол кезде де мысалға там 3 oldu деп айтады ғой. Мысалға толық, ровно 3 деген сияқты. Мынаны айтып көрсек болады. 9-да 6, 8-де 7, 3-те 1, 4-те 3, 6-да 5, 2-де 1-де не деп айтатын ек? Ярым. 3-те 3 там. Жаңағы 9-да 6, 2-де 4, 5-те 4, 10-да 1, 8-де 8 tam, 4-те 1, çeyrek, 8-де 2, 8-де 2-де бұны çeyrek деп айтуға болады шығар, енді қысқартып 4-те 1. 10-да 7, осылай. Астындағыларын санмен жазып шықсаңыз болады. Және бөлінді деп айтама, оны қалайда топтық ба осы разделительный. Яғни бұда бірер, ikişer, üçer дегендер бір-бірден деген сөз бар еді ғой бізде. Бір-бірден, екі-екіден, 10-10-нан, 5-5-тен. Яғни мынандай аффикстер арқылы жасалады олар. Ар, ер және шар, шер деген. Ар, ер дегеніміз бұл дауыссыз дыбыс біткеннен кейін жалғанатын болса, шар, шерді біз дауысты дыбысты бен біткен кезде шар, шерді жалғайды екенбіз. Мысалға бір деген дауыссызбен бітті, біз оған бірер деген жалғаймыз. Бірер, текер дегенді жалғаған кезде. Яғни тек дегеніміз де бір дегенді білдіреді. Teker söyle. Yani bir-birden ayt. Mını, teker konuşun. Bir-birden söylendir. Onar grup yapın. 10-10'dan top kuranglar deyip dur ya. 10-10'dan. Bir topta 10 adamdan деген söz. İçeri üçer girmeyin. İşke qaray 3-3'ten kirmengdir. Ya, ikişer. Яғни шер жалғайтын еді қой дауыстымен біткен кезде. 2-2-ден. Ikişer olur. 2-2-ден болады. Кіріндерден. 3 болса üçer girmeyin. Ya, кірмеңдер. Осылайша.
келесі не дейді? Келесіде оның сан есімге қатысы жоқ. Келесі сабақта қарастыратын боламыз. Тыңдағандарыңызға рахмет. Келесі сабақтарда кездескенше.